телефоннан рекламаны қалай өшіруге болады, яғни сіздерде мобильный данный қосылса болды, телефондарыңыздың экранында тынымсыз реклама шығып кете береді. Енді оны өшірудің жолын айтып өтейін. Ол үшін PlayMarketке кіресіздер. PlayMarketке кірген кезде реклама детектор деп жазасыздар. Дәл осылай. Дәл осы мынандай лупасымен сары болып шығып тұратын. Осыны тартып аласыздар. Шет жағы сары, ортасы роза болып тұр. Дәл мына осыны тартып аласыздар, ұстанып етіп. Болғаннан кейін сол программаға кіреміз. Мен қазір өзіме ұстанып еттім. Видео редактор дегенге кіреміз. Және мына жерде стрелканы басып, соңын барамыз. Және разрешитке келеміз. Разрешитке берген кезде мына жерде бізде шығып тұр. Скачивание приложения деп. Осының үстін басамыз. Осы жерде мінекей реклама детектор деп тұр. Осының үстін басып, мынаны қосып қоямыз. Реклама детектор дегенге қосып қоямыз. Және бұған бүтішке қойып, өкейте басамыз. Бұдан ойындамаңыздар, сіздерге ешқандай да телефондарыңызға угроза тимейді, ешқандай зияны келтірмейді. Бұл тек қана сіздегі программаны тауып беретін программа. Өкейді басып, және артқа қарап шығамыз. Және стрелканы басып шығамыз. Бұл жерде де настройкадан приложениенің жұмыс істеу үшін рұқсат беріп қоямыз. Және мінекей детектор реклама дегені басамыз. Нерге птичканы қосып қоямыз және арқаға қарап шығамыз. Шыққан кезде бізде қосылды, бәрі қосылды, білсе готовы болып шықты. Разрешениені береміз. Және қараңыздар, менде мына жерде программалардың тізімі жоқ. Себебі менде вирусы бар программа жоқ. Мен телефоныма ешқандай да реклама шықпайды. Сол үшін менде мына жерде жоқ. Сіздерде реклама шығатын болса, мына жерде программалардың тізімі тұрады. Сол программаның үстінен басасыз, және қараңыз, мен сізге қалай екенін көрсетейін. Үстінен басасыз, басқан кезде дәл өсіп шығарады сіздерге программа. Осы жерде мына жерге келеді. Сброс действия деген басып, бұда жасаңыздар да болады, ішіндегі программасы. Немесе өзімнен кіріп, мына жерден өшіп тастасаңыздар да болады. Сіздерге сонда телефондарыңызға реклама шықпайтын болады, достар. Қарағандар үшін рахмет. Каналға подписаться басып, лайк басып кетсеңіздер, түсінбеген жерлеріңізді жазсаңыздар комментарияға, мен міндетті түрде ответ қайтарамын.